Қайырлы күн, құрметті өнерсүйер қауым. Мың тұяқтың дүбірі, бір тұяқтың саусағы деп Қадыр ақын жырына қосқандай, Қазақстан Республикасының халық әртісі, құрмет орденінің иегері, Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық халық аспаптары оркестрінің көркемдік жетекшісі, профессор, дәулескер күйші Тұяқберді Қажыгерейұлы Шамиловтың туғанына 70 жыл толуына орай өнерде өрге жүзгендер жобасы аясында өтетін сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Тұяқберді Қажыгерейұлы Шамилов 1951 жылы 6 қыркүйекте Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Құрманғазы ауылында дүниеге келген. Домбырашы, күйші, Қазақстанның халық әртісі. 1983 жылы Алматы консерваториясын тәмамдайды. 1970 жылдан Қазақ академиялық халық аспаптары оркестрі құрамында домбырашы, концертмейстер және жеке орындаушы ретінде қызмет етеді. Оның орындаушылық репертуарынан қазақ халық композиторларының Абыл, Дәулеткерей, Дина, Құрманғазы, Мәмен, Сейтек, Тәттімбет және тағыда басқалардың күйлері мол орын алды. Шамилов бірнеше ән күйлердің авторы. Гастрольдік сапарлармен шет елдерде Ауғанстан, Италия, Корея, Қытай, Португалия, Франция және тағыда басқа елдерде болып өнер көрсетті. Құрманғазы атындағы бірінші республикалық орындаушылар байқауының лауреаты. Бүгінгі сұхбатымыздың қадірлі қонақтары елімізге танымал әнші термешілер, ерен еңбегі үшін медалінің иегерлері, халықаралық республикалық байқаулардың лауреаттары Ернар Мақсотұлы Өмірәлі және Дастан Наурызбайұлы Есентеміров. Ал сұхбатты жүргізетін мен кітапхана қызметкері Гүлмайра Саменова. Құрметті қонақтар, кітапханамызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Алғашқы сұрағым, өнер өресінде, өмір жолында Тұяқберді Шамиловты көріп, бір сахнада өнер көрсету бақыты бұйырды ма? Өнер иесі ретінде, жалпы тұлға ретінде қандай жан еді? Өз естеліктеріңізбен бөлісе отырсаңыздар. Тұяқберді ағамызбен, бірнеше рет бір сахнада өнер көрсеттік. Тұяқберді ағамыздың 55 жасқа толған мерейтойында, сонымен қатар 60 жасқа толған мерейтойында осы біздің Батыс Қазақстан облысының біраз аудандарын аралап концерттік сапарлас болдық. Ол кісінің 4-5 әндерін алғашқы орындаушысы болу бақыты бұйырды ма. Ауылым аңсарым деген Ақшта апамыздың сөзі жазған Шағала сағыныш деген әні бар. Жанғали ағамыздың сөзі жазған Жас дәурен деген әні бар. Сосын Тұяқбай Зейітұлы Ырысбековке арналған Таластың сәлемі деген әні бар, керемет. Сол әнді де бір орындау бақыты маған бұйырды. Енді одан кейін де университет қабырғасында жұмыс жасап жүрген кезде Тұяқберді ағамыз бірнеше жыл мемлекеттік емтихан төрағасы болып келді бізге. Жалпы өнерде де өмірде де ол кісі сондай бір көңілді, тұлауы шежіреге толы сондай адам болатын. Құлаққа жағымды, жүрекке жылы тиетін сондай әндерді көп. Сонымен қатар ол енді дәулескер күйші, ол кісінің күй тартқан кезде домбыраның сөйлеп кететін еді. Сондай естеліктер есімде қалған еді Тұяқ ағамыздың. Ернар Мақсотұлы, сіз қандай естеліктермен бөлісер едіңіз? Тұяқ ағамызбен Астананың төрінде күйлі концерт берген болатынбыз. Ағамыздың марқұм жаңағыда кең айтқандай жақсы қасиеттердің ішінде жаңағыдай ол кісінің баладай ақ көңіл, кең көңілді, сондай өте жүрегі ақ, сондай ағай марқұм. Және бір қызықты жағдай айтып кетейін. Сол көз тірісінде бір концерт үстінде болу керек. Менде оған дейін Ғарифолла Құрманғалиевтің стилінде жасалған қарақ домбыра болатын. Тек әншілерге арналған. Күйшілік өнерге арналмаған, жай ғана. Дауысы көпшілігін қарамайды. Сол кезде Тұяқ ағамыз келіп қалды, халық шақырып қалды деймін сахнаға. Солар маған айта салады, домбырамды берді балам, ойнап шығайын. Ойымда ештеңе жоқ, айтуға да үлгермедім, жаңағыдай дауыс шықпайды ғой деймін. Ол кісі шығып кетті, мына жағымға тыңдасам, жаңағы дауыс шықпайды деген, домбырам деген күмбірлеп, Тұяқберді ағамыздың қолында ойнағанда
басқаша болып тұр жаңағы домбыра. Күрсінгенде сондай бір ерекшелігі күй тартысында. Сөйлемейтін домбыраны сөйлетіп, неше түрлі дыбыстар шығарған кезде күйдің құдіреті сол кісінің қолын ойнағанда береді. Сондай бір естеліктер қалды. Керемет. Репертуарыңызда Тұяқберді Шамиловтың қандай туындылары бар және несімен ұнайды? Ол туындылар туралы айтсаңыз. Тұяқберді ағамыздың енді ән жазуға келгенде өзінің бір ерекшелігі бар. Тұяқберді ағамыздың өзінің жаңа әндерінің иіс аңқып тұрып, даланың иісі аңқып тұрып, жусанның, ауылдың кәдімгі көбінесе жаңа ауылға, елге арнаған әндер көп оқысын. Сондай Ернар екеуміздің репертуарымызда сондай әндердің бірі ауылым аңсадым деп аталады. Ең бірінші осы Ернар екеуміз дуэт болып айттық. Сол әнді сөзін Маралтай Райымбекұлы жазған. Әні Тұяқберді Шамиловтікі. Одан кейін қазіргі Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің профессоры Болатқали Төлебаевтың сөзін жазылған Сағыныш деген әні. Сағыныш деген әні Тұяқберді ағамыздың ең соңғы әндерінің бірі. Көз тірісінде табыстап кеткен. Сол тіпті көз тірісінде орындалды ма, орындалмады ма есімде жоқ. Ол кісі қайтқаннан кейін сол Ернар екеуміз дуэт қылып айтып, сол сахнада бірнеше рет орындалды. Сондай әдемі ән. Ол әнде бір адамның бұл өмірмен қоштасқандай болып бір шығарған сондай бір әні болып, бұл өмірмен қоштасып бара жатқан сияқты бір сондай бір сөздері бар ішінде. Мұңдайын бір сондай. Одан кейінгі үшінші әніміз Шағала сағыныш деп аталады. Сөзін мемлекеттік сыйлықтың иегері Ақштап апамыз жазған, Ақштап Бақтыгереева. Ол әнді алғашында мен өзім жеке домбырамен орындағам, одан кейін оркестрмен орындағам. Сонан кейіннен осы Ақштап апамызбен бір кездесу кешінде Ернар екеуміз дуэтпен айттық. Өте бір сәтті шыққан әндердің бірі. Олай болса, енді сіздердің орындауларыңызда Тұяқберді Шамиловтың әндерін тыңдап алайық, әнге кезек берейік. Қазіргі тыңдайтын әндеріңіз Сағыныш деп аталады. Сөзін жерлес ақын ағамыз Болатқали Төлебаев жазған. Әні Тұяқберді Шамиловтікі.
күн қайтпас бірақ кетсе жырақ адам шіркін мен де кеттім сен де кеттің ән де кетті сағынышым алып ұшып әлде жетті мен де кеттім сен де кеттің ән де кетті сағынышым алып ұшып әлде жетті сағынышым алып ұшып әлде жетті. Келесі тыңдайтын әндеріңіз «Шағала сағыныш» деп аталады. Сөзін жазған мемлекеттік сыйлықтың иегері жерлес ақын апамыз Ақыш Тоқбақтыгереева, әні Тұяқберді Шәмиевтікі. Ақ жайықпен көмкерілген далада бесік жырын арнап едім балаңа жанана ақ қанатын тарана асығады жағаңа шағала ақ жайығым ақ бесігім ағындым әлдилеген толқыныңды сағындым желкілдеген жағаң балғын талегін сағыныштың саған айтам сәлемін әдемім жалғыз алған жағада жаутаңдайды шағала жанана ақ жайығым ақ бесігім ағындым әлдилеген толқыныңды сағындым.
сағындым әңгімелеген толқыныңды Тамаша, көп рахмет. Шоқанның келесі ғасырда домбыраның үні биік шығады дегеніндей, сіздер Тұяқбердідей ұлы тұлғаның ұлағатты жолын жалғастырып жүрген азаматсыздар. Ендеше сұхбатымыздың бағытын сіздердің жеке шығармашылықтарыңызға қарай бұрсақ. Олай болса, ең алдымен қояр сұрағым, бұл әрине сіздердің туған жерлеріңіз, балалық шақтарыңыз, жалпы өнер әлеміне қадамдарыңыз қалай басталды? Осы жөнінен бастасақ. Мен негізі туған жерім қазір Сырым ауданы, Аралтөбе ауылы, Қызылағаш елді мекені, негізгі дүниеге келген жерім. Одан 3 жасыма келгенде әкемнің жұмыс барысымен Жетікөл деген ауылға көштік, совхозына. Одан кейін 4-5 классқа көшкен кезде өзіміздің ата-бабамыздың жері бұрыннан көне қонысы Қосала ауылына көштік. Сол ауылдан 11 жылдық мектепті тәмамдап жоғарғы оқу орнына түстім. Сол елді мекенде тұратын әкемнің інісі бар, болған өмірден өтті қазір. Сол кісінің үлкен ұлы Лескен деген, қазір осы қалада тұрады. Сол кісі мені кішкентайымнан 3-4 жасымнан бастап қасына ілестіріп жүріп, бірге далаға мал алып баратын, атқа мінгестіріп қасында ертіп жүретін. Сол кісі жетектеп жүріп мені домбыра үйретті. Одан кейін қарай еліктеп гитара үйрендік. Жалпы өнерге келуіме сол кісінің алғашқы домбыраны аспап ұстатып ән айтқызып үйретуі себеп болды. Одан кейін мектеп қабырғасында жүрген кезде аудандық конкурстарына, байқауларына қатысып жүрдік. Облыстық ән байқауларына қатыстық. Сол жаңағы балалық арман жетелеп оқу бітіргесін Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің музыкалық білім бөліміне оқуға түстім. Ол жерде де үлкен білікті ұстаздардан тәлім алдым. Соның бірі өмірден өтіп кетті қазір, үлкен апамыз болған Нағымова Меңдіғаным Мергенбайқызы деген. Талай шәкірттердің өнер әлеміне қанат қағуына бірден-бір үлкен себепші болған кісі, ол кісі талай жас таланттардың талантын ашты десек те болады. Одан кейін сол университет қабырғасында жүрген кезде домбыра аспабынан Құсайын Асқар Әнуарұлы деген кісіден сабақ алдық. Одан кейін 3-4 курсқа келгенде арнайы курс деген пән жүрді бізге. Дәстүрлі ән бағытында. Ол пәннен бізге көптеген конкурстардың лауреаты Мұхит Нұрәлиев атындағы конкурстың бас жүлдегері Сағдат Рахметжанов ағамыз дәріс берді. Сол жаңағы топта 8-9 бала болсақ, соның бәріміз отырысып қойып, осылай бір әнді айтып береді. Яғни құйма құлақ әдісі бойынша бізге әндер үйретті. Ол кісі өнерге деген құлшынысымды одан әрі дамытты десем де болады. Себебі сабақтан бөлек ағайдың үйіне барып жатып талай әндер үйренгенмін. Сәуле апайдан да екеуінен бірге жалпы өнерлі отбасы болған. Осы кісілер менің өнерге келуіме үлкен бір себепші болды. Сол енді қалғандықтарына жалғастырсын. Мен бұрынғы Жалпақтал ауданы Ақбатер ауылында туған екенмін. Одан кейін Жалпақтал ауылына қоныс аударып, сол жерде өсіп, өніп, бер жаққа Орал шаһарына кеттік. Енді сол кішкене бала шаққа шегініс жасайық. Балабақшада шырылдап ән айтқанымды байқаған анам қолынан жетектеп барып, сол Жалпақтал балалар өнер мектебіне алып барады, термин класына. Ондағы алғашқы ұстазым Хабиба Баян Құбайқызы, ұлағатты ұстаз. Сол кісіден дәріс алып, сол ауылдағы Меңдіғаным атындағы мектепті бітіріп, Орал қаласындағы Қалманғазы атындағы саз колледжге, соның ішінде Мұхит класына оқуға түстім. Хатимол ағамыздан бақандай 4 жыл дәріс алып бітіріп, Шыңғырлау ауданында
жұмысқа орналастық. Одан кейін өзіміздің облыс орталығында Қара шаңырақ Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияға келіп, сол ұжымға әнші солист болып орналастық. Бүгінгі күнге дейін Құдайға шүкір қызмет жасап жатырмыз. Кезінде ұстаз болған бізге Хатимолла ағайымызбен әріптес болдық. Осында келіп, үлкен аға-апаларымыздың алдын көрдік. Осында келіп те тағы да өстік деп айтуға болады. Өнер жағынан болсын, қай-қай жағынан. Ағалар таптық, достар таптық дегендей. Қысқаша болса. Рахмет. Келесі сұрағым, бүгінде ән қорларыңызда кімдердің шығармасы бар? Осы туралы тоқталып өтсеңіздер. Енді Ернар екеуміз дуэт болып қалыптасқанға дейін екеуміз жеке-жеке әнші, дәстүрлі әншілік өз алдымызға өнер көрсетіп жүрген. Осы қай жыл екені есімде жоқ. Орал шаһарына іс-сапармен елбасымыз келген болатын. Сонда елбасымыздың бір сүйікті әні болған Әлия Жақановтың «Толағай» деген. Сол әнді Ернар екеуміз алғашқы болып, сол дуэт болып қалыптасуымызға сол ән себепші болды. Жалпы репертуарымызда Әлия Жақановтың 4-5 әндері бар. Осындай әндер бір ерекше әуезді әндер бар, құлаққа жағымды. Одан кейін жаңағы Тұяқберді ағамыздың әндері. Сонымен қатар халық әндері репертуарымызда тағы да қандай берді. Қазақстан композиторлық әндері. Базарбай Жұманиязов ағамыздың әні бар репертуарымызда. Көп қарадым суретіңе деген. Осы өңірімізде әкім болған Бақтықожа Салахаддинұлы Ізмұхамбеттің «Достарға» деген әні бар, «Өзім туралы» деген әні бар. Халықтың арасында кеңінен танылған. Сондай әндер бар. Жақсы. Шәкірттеріңіз бар ма? Жалпы шәкірт тәрбиелеуде талаптарыңыз қандай? Олардың жетістіктері туралы не айтасыздар? Бүгінгі таңда мен негізгі жұмыс орным қаламыздағы Дина Нұрпейісов атындағы балалар музыка мектебі. Ол мектепте істегеніме уже 5-ші жылға кетіп бара жатыр. Сол мектепте өзімнің оқушыларым бар. Аттарын атап өтсек, дәстүрлі әнші Зияш апамыздың немересі Дагаров Әлихан, Дагаров Темірхан деген екі ағайынды бала бар. Сонымен қатар Тұрғали Әлижан деген көптеген облыстық, республикалық, халықаралық конкурстардың гран-при иегері. Сонымен қатар Айтбай Әзілхан деген бала бар. Осы 3 балам бүгінгі таңда қалалық, облыстық деңгейде, республикалық деңгейде өтіп жатқан конкурстардың гран-при иегері, жүлдегерлер атанып уже үлгерді. Сонымен қатар қалалық деңгейде болып жатқан мерекелік шараларға қатысып жүр. Осы 3 шәкіртімді атап өтемін әзірге. Одан да бөлек шәкірттерім бар, бірақ олар әлі конкурстарға қатысып, сахнаға шығып, әлі өнерлерін көрсете қойған жоқ. Жалпы жас жеткіншектердің музыка әлеміне, өнер әлеміне қанат қағуына бірден бір септік тигізетін осы музыкалық мектептер. Осыларға оқушыларын берсе екен ата-аналар. Жалпы өнерге, ұлттық, патриоттық сезімді тәрбиелеуде осы мектептер, қосымша білім беру мектептері ол. Бірден бір үлкен рөл атқарады деп айта аламын. Осындай шәкірттерім бар әзірге. Керемет. Сіз не айтасыз? Мен енді ауызда отырып мақтанып айтатындай, 2005 жылы Құрманғазы атындағы саз колледжін бітіріп, Шыңғырлау ауданына жолдамамен барған болатын жұмыс істеуге. Өздеріңіз білесіздер, Шыңғырлау ауданы Ресей мемлекетімен шекаралас жатқан ауыл. Сол ауылда саз мектебі болғанмен де, оның ішінде жаңағы біздің дәстүрлі ән класы жоқ болатын. Тағы да жаңағы қобыз сыныбы жоқ болатын. Сондай қазақы ұлттық инструменттер, аспаптар жоқ болатын. Сол кезде барып, ең бірінші дәстүрлі ән класын ашып, 2011 жылға дейін, яғни 6 жыл жұмыс істедім. Сол кезде шәкірт тәрбиелеп, осында оқытып, сол жақтан кеткен кезде Аманғали деген шәкіртім бар. Сол қазір менің орын алып, сол Шыңғырлау ауданында дәстүрлі ән мектебінде сабақ беріп жұмыс істеп жатыр.
Енді сол бағамызды мақтанамыз. Ауылда қазір дәстүрлі мектебі бар деген сөз сол жерде жұмыс жасап жатыр. Осындай жетістіктеріміз бар. Әрине, шәкіртсіз ұстаз толы, сондықтан шәкірттеріңіз көп болсын, шәкірттеріңізге сәтті өткізіңіз. Дастан Наурызбайұлы, жақында Қырғызстан елінде ән мерекесінде болып қайтқан екенсіз. Енді осы шара туралы тоқталып өтсеңіз, қандай шара еді бұл? Қандай әсермен оралдыңыз? Жалпы Қырғыз Республикасында мынандай бір өздерінің жобалары бар екен. Қыз жігіт Сармерден деген. Сармерден дегенді басында өзімізді түсінбегенбіз. Кейіннен сұрап көрсек, бұл біздің алты бақан ойындары сияқты екен. Яғни қыз бен жігіттердің сондай бір ойын көтеретін, көңіл көтеретін бір сондай кештерде жаңағы ән айтып, би билеп деген сияқты сондай бір сауық кеш екен, сондай сауық көтеретін жаңағы. Соны жаңағы қыз жігіт Сармерден деп атаған екен. Оларда биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай, оларда да 30 жыл болған екен тәуелсіздіктеріне. Соған орай Қазақстан мен Қырғызстанның өнерпаздары арасында осындай бір сайыс кештерін ұйымдастырған екен. Соған Қазақстанның түкпір-түкпірінен әнші жігіттер барды, әнші жігіт қыздар. Екінші күні қыздар болып, бірінші күні жігіттер. Бұның мақсаты екі елдің достастығын нығайту, жалпы өнер алмасу деген сияқты. Бұл енді тек қана біз бастаған жоқпыз, оған дейін де жалпы Кенен атамыз, Жамбыл аталарымыз, Сүйінбай аталарымыз, сол қырғыз елдерімен шекаралас жатқан елдер бір-бірімен аралас, құралас өмір сүрген кезінде. Солардың бір сақыты, бір сондай бір жалғасы іспеттес осындай жоба екен. Бұл жобада тек қана ән емес, сонымен қатар айтыс та ұйымдастырылды. Бірінші күні яғни қазақтың жігіттері мен қырғыздың қыздары сайысқа түсті. Екінші күні қазақтың қыздары мен қырғыздың жігіттері сайысқа түсті. Біздің құрамымызда ақындардан Мұхтар Ниязов болды. Әншілерден біраз Ерболат Шалдыбеков, Нұржан Жанпейісов деген Қазақстанға енген сіңген қайраткерлер болды. Сонымен қатар Бейбіт Мұсаев деген белгілі әншілер, Нұркен Әшіров деген күйші болды. Сонымен қатар Салтанат би ансамблінің жігіттері барды. Жалпы сол кеш 4 сағат 20 минутқа созылды. Бір таңғалғаным, ол жақта біздегідей карантин шаралары жоқ, мүлдем жоқ. Жоқ деп айтсақ та болады. Халық деген залға лық толы болды. Бір қуанғаным, ақсәлделерін оранып алып, үлкен әжелеріміз отырды алдыңғы ретте. Одан кейін жаңа шапандарын киген ақсақал аталар отырды. Сол концерт басталғаннан соңына шейін тапжылмастан лық толы зал қозғалмастан отырды. Келесі сұрағым Ернар Мақсотұлы сізге бағытталады. 10-11 қыркүйек күндері аралығында қаламызда Тұяқберді Шәмілов атындағы бірінші республикалық әншілер мен домбырашылар арасындағы конкурс өткелі жатыр екен. Енді осы шараға орай қандай жоспарларыңыз бар? Қатысасыздар ма, немесе шәкірттеріңіз қатыса ма дегендей? Иә, бұйырса, ол конкурсты ұйымдастырып жатырған біздің Харипова Құрманғалиева атындағы филармония. Соның ішінде бас болып, негізгі идея авторы, сол Қара шаңырақтың директоры Асхат Тарасұлы Қажғали. Енді өте дұрыс, Тұяқберді ағамыздың жалпы біздің облысқа сіңірген, облысты республикаға сіңірген еңбегі өте орасан зор. Сол себептен де ол конкурстың өте орында, оның ішінде өзінің туған жерінде. Бұйырса, өзінің туған ауылында бюст ашылады Тұяқберді ағамыздың осы байқауға дейін. Енді байқауға келетін болсақ, құдай қаласа осы Дәкең екеуміз осы тұқамның әндерімен деп бірінші рет болайын деп жатқасын елдің атынан қатысуға ниет білдіріп жатырмыз. Бұйырса уақытында көреміз. Рахмет. Серіктеріңіз болсын бұйыртса. Кезекті тағы да Тұяқберді Шәмілов ағамыздың әніне берейік, сіздердің орындауларыңыздағы. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Ауылым аңсарым деп аталады. Сөзі Маралтай Райымбекұлынікі, әні Тұяқберді Шәміловтікі. Қайтадан қайран жасты
бұлдыраңда құлыншағын сол бір кез есіңде ме Манаригай аппақ қыз жел тараған құлыншағын гүл бар ма біздермеген бұл даладан таныс қой сұлдамаған қырдамаған көрінбей қай жақта жүр қариялар ұрпаққа ұлағатын дүние өз анамдай құрсағы кең ыстықсың жауыныңмен бұршағыңмен бір жұмбақ қасиет бар бұл далада жан мұңы жуса кетер жусаныңмен ауыл сен аяңсадың бермейтін келмейтін шөлдейтінім иван сары ауыл сен аңсадым бермейтінім келмейтін шөлдейтінім иван сары бермейтін келмейтін шөлдейтінім иван Рахмет, өнерлеріңіз бірге жүрсін. Құрметті Дастан Наурызбайұлы, Ернар Мақсотұлы, кітапханамызға келіп, уақытыңызды бөліп, сүбелі сұхбат бергендеріңіз үшін көптен көп алғыс айтамыз. Терме толғау қазыналы қазақ тарихынан сыр шертіп, замана болмысын айқындап, тәрбие беретін құдіретті өнер. Өнерде де, өмірде де сіздерге сәттілік тілей отырып, сіздердің бір ауыз жылы лебіздеріңізбен аяқтасақ дейміз сұхбатымызда. Сіздерге енді алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Осындай ұлыларымызды ұлықтайтын шараларыңыз көп болсын, оқырмандарыңыз көбейе берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әлемді жалмаған пандемиядан аман-есен құтылайық. Сол бұрынғы шат-шадыман, думанды күндерімізге аман-есен жетуімізге нәсіп етсін. Сіздің бір ауыз лебізіңізді естісек. Сіздерге және оқырмандарыңызға зор денсаулық тілеймін. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, сіздерге шығармашылық табыс. Амен, айтқандарыңыз келсін. Келесі кездескенше.